Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта сіздерге кеңес ретінде Pinduoduo сайтынан ақшаңызды үнемдеңіз дегім келеді. Себебі біз каждый товарды алған кезде оның ішкі обслуживаниесін 2% ұстайды. Яғни примерно 200 теңгедей. Мысалға мен мынау детский ылғайсынан алайын, төменде тұрған. Енді осының астындағы қысыл кнопканы басам. Мына жерден түсін, астының размерін таңдаймын. Таңдап болғаннан кейін астындағы қысыл 8.91 юанды басам. Енді қарап тұрсаңыздар, мынаның лайсаның бағасы 8.91 болса, астында 2 юан ішкі обслуживаниесіне қосылып тұр. Сонымен бірге есептегенде онда 91 юан. Енді қарап тұрсаңыздар, мен каждый товар алатын болсам, маған дәл осылай 2 юан қосылады. Енді қазір сіздерге бірнеше товар алып, бірақ ішкі обслуживаниесіне аз процент ақша төлеп көрсетемін. Ол үшін мен корзина бөліміне кірем. Корзина бөлімі мына личный кабинетте орналасқан. Мына жүрекше тұрған қызыл значоктың үстін басам. Енді қарап тұрсаңыздар, мынау астында мен таңдап қойғанмын. Алдын ала киімдер қызыма 74.7 болып тұр, маған. Негізгі бұл киімдердің нақты бағасы 76.7 юан. Сонда осы 4 киімге бар болған 2% ішкі обслуживаниесіне сап тұр. Сонымен есептегенде, сол 76.7 юаннан 2 юан алып тастағанда 74.7 юан маған тиімді болып тұр. Мен осыны алу үшін мына астындағы қызыл кнопканы басып, Каспи картам паролін енгізіп, солай оплата төлеп заказ берсем болады. Қарап тұрсаңыздар, мына 4 киімге бар жоғы 2 юан қосып тұр. Мен если каждыйын бағанағыдай бірінші көрсеткендей каждыйын алатын болсам, маған 8% услуга ұстайды, яғни ішкі обслуживаниесіне. Сол сияқты осы корзина бөлімінен бірнеше оплатаға төлем жасағанда кеңес ретінде ұсынамын. Енді қалай бір магазиннен бірнеше товарды алуға болады? Мәселен, мына тұрған кішкентай көйлекті алайын, қыздарға арналған. Қасында птичка тұр. Мен осының бәрін енді өшірем. Тағы да мына шапканы өшірейін. Енді мына жерде төменде 0 юан деп тұр. Яғни менде ешқандай зат жоқ әзірше. Енді мен мына жоғарыда тұрған көйлекті алайын. Және де қасындағы домалақтың басам. Басқан кезде маған мына көйлек 23 юан тұр. Тағы да мен қандай көйлек таңдағаным үшін осы стрелканың үстін басам. Мына жерде бір ғана түс екен, және астында тек өлшемдері. Қызыл кнопканы басам. Тағы да бірнеше товар алу үшін астындағы плюс батырмасын басам. Мен осы көйлектің басқа өлшемін алайын, 80 сантиметрді алайын. Бұл примерно бір 9 айлық балаға. Қызыл кнопканы басам. Тағы да қызыл кнопканы то есть плюс батырмасын басам. И на 90 сантиметр басайын. Тағы да басып көрейін. 100 сантиметр дейін. Мен дәл осылай 5-6 көйлек алайын. Маған бұл выгодно. Себебі маған қаншама процент продавец скидка жасайды. Мен енді осы таңдаған көйлектерімді қарап тұрсаңыздар, бір магазиннен бірнеше өлшемді товар алдым. Енді астында 121-де 1 юан тұр. Мына жерде так 6 көйлек алған үшін маған продавец минус 6-да 9, және тағы да төменде минус 10 юан жасап тұр. Сондағы маған скидка жасаған общий юан суммасы 16-да 9 екен. Бұл көйлектердің негізгі скидка жасалмай тұрған бағасы 138 юан. Ал маған минус 16-да 9 алғаннан кейін 121-де 1 юанға түсіп тұр. Қарап тұрсаңыздар, бұл автовиктер үшін өте выгодно, және мына көйлек өте арзан және сапасы жақсы. Сіздерге де осылай бір затты бірнеше размерде бір магазин алу керектігі жайлы және төлемді осы корзина бөліміне өтіп төлеуге сабақ түсірдім.
сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ұнаса төменге комментарий бөліміне реакция жіберіп қойыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген осы Pinduoduo жайлы ақпараттармен бөлісетін боламын. Менде распаковкада болады.